Қазақстанда алғаш рет жаңа технология бойынша жол салынды. Бұл күннің ыстығы, қыстың суығына төзімді, ұзаққа жарамды асфальт әзірлеудің халықаралық әдісі. Осындай тың технология бойынша әзірленген супер асфальт қазір еліміздің 5 өңірінде сыналуда. Алтыншысы бүгін Астана-Щучинск тас жолының бір бөлігіне төселді. Бұл әдісті Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының ғалымдары енгізіп жатыр. Егер технология сенімнен шықса, болашақта кейін қолданысқа енеді дейді олар. Бір қарағанда қарапайым асфальттан айырмашылығы жоқ, бірақ оның ерекшелігі құрамында. Суперпейв технологиясы асфальт бетон қоспасын әр өңірдің климатына ғана емес, әр жолға түсетін көлік жүктемесін де есептеп береді. Одан соң бірнеше зертханалық сынақтан өтеді. Если ранее мы битум применяли. Бұрын біз барлық өңірге ортақ битум қолданатын едік. Ал суперпейв технологиясы бойынша әр өңірге әр жол учаскесіне жеке есептеу жүргізіледі. Ауа райы, жол жамылғысының температурасы, қозғалыс қарқыны ескеріледі. Осы параметрлерге қарай нақты битум маркасы анықталады. Бұл жолдың сапасын ұзақ мерзімге сақтауға мүмкіндік береді. Жаңа технология бойынша әзірленген қоспа бүгін Астана-Щучинск тас жолының 250 метріне төселді. Осылайша супер асфальттың сынақ алаңы 6-ға жетті. Мамандар бұл әдістің жол сапасын 15-20 жылға дейін сақтауға мүмкіндік беретініне сенімді. Әрбір жолдың өзінің жөндеу аралық кезеңі болады. Ол әр жол төселгеннен кейін ағымдағы жөндеу, орташа жөндеу, күрделі жөндеу сияқты біздің жөндеу түрлері бар. Әр жөндеу жұмыстарының жөндеу аралық мерзімі бар. Суперпейв технологиясы енгізілгеннен кейін 15 жылдан 25 жылға дейін ұзарады деген пайымдауымыз бар. Сынақ мерзімі 2027 жылға дейін. Осы уақыт ішінде жолдың жағдайы, беріктігі, шыдамдылығы жіті бақыланады. Егер технология өзін ақтаса, болашақта республика бойынша кеңінен қолданылуы мүмкін. Дильназ Ерланова, Қанат Дүйсебек, Жібек жолы.